Саламатсыз оқушылар, қазір информатика сабағы. Сабақтың тақырыбы компьютерде қалай қауіпсіз жұмыс істеуге болады. Оқу мақсаты қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудың салдары туралы талдау жасау. Есімізге түсіріп көрейік, компьютерде жұмыс істеген кезде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Жаңа білім. Компьютер адам іс-әрекетінің кез келген саласында таптырмас көмекші. Қазіргі таңда адамдар көп уақытын компьютердің алдында өткізеді. Бұған интернеттен ақпарат іздеу, әлеуметтік желілерде жұмыс істеу, онлайн режимінде сөйлесу, фильм көру, музыка тыңдау және тағы басқалар жатады. Компьютердің алдында ұзақ отыру адам денсаулығына үлкен зиян тигізуі мүмкін. Компьютерді пайдаланғанда тек өз денсаулықтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, компьютерлік техникамен де мұқият жұмыс жасау қажет. Ол үшін арнайы ережелерді сақтау қажет. Ол қандай ережелер? Бірінші ереже. Компьютерде таза қолмен жұмыс істеу керек. Екіншісі, компьютерді және қосу және ажырату ережелерін сақтау керек. Үшіншісі, компьютердің жүйелік блогын, мониторды және басқа да құрылғыларын бөлшектемеу керек. Төртіншісі, пернетақтаның үстіне артық заттар қоймау керек. Бесіншісі, мониторды қолмен ұстамау қажет. Алтыншысы, компьютерге ылғал тимеуін қадағалау. Жетіншісі, компьютерге жалғанған құрылғыларды ажыратпау. Ал енді компьютерде дұрыс отыру ережелеріне келеміз. Бірінші ереже, басты сәлеңкейтіп ұстаймыз. Екіншісі, аяғымыз еркін. Арқамызды тік ұстаймыз. Тізе тікбұрыш болып бүгілуі қажет. Саусақтар мен білектер бір сызықта орналасуы қажет. Және оқу құралдары оқушының алдында болу керек. Және бір маңызды ережелердің бірі, көз бен монитордың арақашықтығы 60-70 см болуы қажет. Бұл ережелерді сақтамаған жағдайда компьютер біздің көзімізге зиян тигізуі мүмкін. Компьютерде дұрыс отырмау омыртқаға, буынға және бұлшық етке зиян тигізуі мүмкін. Және көріп тұрғандарыңыздай, компьютерде көп жұмыс жасау адамның жүйке жүйесіне әсер етеді. Компьютерде жұмыс істеуді денсаулыққа зиянын тигізбейтіндей қалай ұйымдастыруға болады? Яғни, біз компьютерде көп жұмыс жасасақ, біздің көзіміз шаршайды. Ендеше көзге арналған арнайы жаттығуларды қарастырайық. 1-ден 4-ке дейін санап, көзді қатты жұму, көзді жыпылықтату, басты бұрмастан оңға солға қарау. 1-ден 4-ке дейін санап, саусақтың ұшына қарау. Көздің қарашығын жоғары төмен қимылдату. 1-ден 4-ке дейін санап, көзді жұму. 1-ден 6-ға дейін санап, алысқа қарау. Алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Адамның электр тоғымен зақымдаған кезде алғашқы жәрдем көрсету тәсілдері. Біріншісі, компьютерді электр тоғынан ажырату керек. Екіншісі, электр тоғын өткізбейтін қолда бар құрылғыларды пайдалану қажет. Үшіншісі, дәрігерді шақыру қажет. Ал енді күйіп қалған жағдайда көмек көрсету тәсілдері. Біріншісі, жарақаттанған жерге микроб түспеу үшін алдын ала целлофанмен орап, суық суда ұстау қажет. 2. Күйген жерді асептикалық таңғышпен орап қою қажет. Үшіншісі, дәрігерді шақыру қажет.